Армысыздар, құрметті ұстаздар. Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласы номері 5 Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектеп. Республикалық менің отаныма, менің бастама шығармашылық жобалар байқауына аудандық кезеңі бойынша жақсылық керуені номинациясы мейірім шуағы жүректен жүрекке жобамызды алып келіп тұрмын. Жобаны қорғайтын мен Әзірбаева Жан Ырыз Ғабитовна 6 Ә сынып оқушысымын. Жобаның жетекшісі Жиенқұлова Гүлдана Ибрагимқызы. Абай Құнанбай атамыз айтқандай, мейірімділік адамның жүрегіндегі нұр, ол көңіл күйі мен ниетінің тазалығын білдіреді. Мейірімділік ізгіліктің жолы, сүйіспеншілік, қайырымдылық сезімдері ең әуелі әр адамның өз отбасынан бастау алуы керек. Әлемге мейірім туаған шашу ол адамзатқа, табиғатқа, жануарға деген сүйіспеншілік пен қамқорлық деп білемін. Әлемге мейірім төгу адамның ішкі сезімінің бір бөлігі. Мейірім шуағы жүректен жүрекке тақырыбындағы жобамыздың мақсаты сүйіспеншілік ұғымын түсіндіру, қамқорлық, қайырымдылық, мейірімділік құндылықтарының мәнін алу. Ниеттері әлемдегі бар жақсылық сүйіспеншілігі арқылы келетініне көз жеткіздіру, әр адамның жан дүниесіне үңіліп түсіне білуге, сүйіспеншілікті танып, оны құрмет тұтуға баулу. Мейірім шуағы жүректен жүрекке жобамыздың өзектілігі. Жанашырлықта жан риза дегендей, қартайған шағында жалғыз қалған қарияларымыздың жанашыры болып, аялы алақанымызға тосып жүрген жүрек жылуы ұсыну, қазыналы қарттарымызға аялау азаматтық парызымыз деп болады. Бір алғыс мың жақсылық, ол жақсылықты жасау біздің мойнымызда. Нөмір 5 Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 8 Ә сынып оқушылары алғыс айту күніне орай жақсылық жасайық акциясын жалғастыруда. Апай. Ойбай. Апай, мында келесі. Оразаңыз бен. Болды. Сәлеметсіз, апай. Оразаңыз қабыл болсын. Саламатсыз, апай. Қалайсыз? Оразаңыз қабыл болсын. Саламатсыз, апай. Қалыңыз қалай? Оразаңыз қабыл болсын. Ой, рахмет. Әмин. Саламатсыз, апай. Оразаңыз құтты болсын, Рамазан айы құтты болсын. Болды. Саламатсыз. Мынау сізге. Сіздің еңбегіңіз үшін рахмет. Сау болыңыз. Саламатсыз, апай. Осы мектепті таза Рахмет. Ағай, біздің мектебімізді күзетіп отқаныңызға рахмет. Оразаңыз қабыл болсын. Мейірім шуағы жүректен жүрекке жобамыздың қорытындылай, жақсылық адам жүрегінің ең асыл қасиеті. Әрбір жылы сөз, әрбір шынайы қамқорлық бір жүрекке, екінші жүрекке жетіп, мейірімділік шуағын таратады. Бүгінгі іс-шарамыз тек бір күндік шара емес, ол жүрегіміздегі мәңгі сақталатын ізгілік сабағы. Жүректен шыққан әрбір жақсылық міндетті түрде бір жүрекке жетеді. Назарларыңызға көп-көп рахмет.